Амансыз ба, аяулы ноғайларым? Мен сізді бүгін тағы да біргерен үйренейік ноғайша деген, сөйлейік ноғайша деген біздің рубрикамызда хош көріп аламын. Бүгінгі сөзімді 15-ші өмірдің міне деген шайдесі Шалкиіз Тілекші ұлының сөздерімен басламаға сүйемін. Қараңада тұрған едім таңдыр деп, таң шолпанға мен қарадым айдыр деп, теңізлерге кірген едім сайдыр деп, доңғыз етін қапқан едім майдыр деп, мырза қызын алған едім байдыр деп, бал секірді ішкен едім шайдыр деп, ту биеді йыққан едім тайдыр деп, ноғайыма ер шығардым пайдыр деп. Шу еткен біздің ісіміз, аңлатқан темамыз сізге Шалкиіз Тілекші айтқалай пайда болсын деп ойлаймыз. Бүгін бізде тема хабар, сорау, тауыслау емалар. Орысша айтқанда повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Аяулы балалар, біз өз-ара бір-бірімізбен сөйлеген заманда сол үш түрлі емады біз егер біз өзіміздің не зат айтпа сүйеміз, мәнесіне көре үш түрлі кепке бөлеміз. Үш түрлі емада тағы да бірген қайтарлайым. Хабар, сорау, тауыслау. Хабар ема, егер біз бір заттың ақында хабарлап, тегіз тауыспан айтпаға сүйсек, бір заттың ақында, қай білейм, барған жолымыздың ақында, көрген затымыздың ақында тегіз тауысымын, біз сізге еткерме сүйсек, оға айтылады хабар ема деп. Яр яғалап көп үйірме, яр опыраса өлерсің, яманларман бас қоспа, кісі өлтірсе төлерсің деп айтқан Шалкиіз. Бұл хабар емада Шалкиіз бізге насихат береді. Яман ерлерден жүрме, дымалап жығылма боласың. Яманларман бас қоспа, егер өзі бір күнәлі яман зат етсе, терісілік етсе, сенен көрер, өзі кісі өлтірсе, сені күнәлар деп көресіз бе? Қайде маслағатты бізге 15-ші өмірде қалдырып кеткен bizim ұлы классигіміз Шалкиіз Тілекші ұлы. Аяулы балалар, сіз әр заманда да емаларды дұрыс yazып, дұрыс айтып білмеріз. Егер сіз бір зат сорама сүйсеңіз, сіздің тауысыңыз сорау интонацияман айтылма керек. Сен бүгін үйдегі дәрісті еттің ме? Ноғай тілді сүйесің ме? Қайда ноғай yazушыларын білесің? Ноғайларда қайда әлімлер бар? Деген мысалы мен сізге сорауларды берем. Бұл сорау емалар болады. Яда міне Шалкиіз Тілекші ұлының ақында бүгін айтамыз көп. Лашын құс, игі қыз құс, қанаты құсқа болса не болды? Қатар бұзып ол айван, қас төңтіріп алған соң. Қарқырасы кішкеге болса не болды? Деп Шалкиіз Тілекші ұлы сорайды. Яда егер біз тауысымызды көтеріп, емада біз көрсетпей сүйсек, сұқлануды, сүйінуді, қуанышты, яда бұйрықты айтпа сүйсек, біз тауысымызды көтеріңкі етіп айтамыз да, ол емаға тауыслау ема деп айтылады. Ноғай тілді сүйіп біл, ноғай тілді сақлап біл, ана қиынын ақлап біл деп айтамызгеді. Намысыңды бірді сатпа, шөлді таза етіп сақла. Міне мысалда, сізге тетеңіз айтады, ертең тұрып бетіңді ю дейді, қолыңды ю дейді, анаңыз айтады, үйді тазала дейді. Сөйтіп айтпа керек, олар оқытушылар да бәрді тек үйді тазалап бетін юғаннан болмайды, шөлді де таза кепті тұтпа керек, төгеректегі тазалыққа қарама керек. Мен атамның сөзін ақларман. Міне мысалы айтпа сүйем, сізге атасыман баласы ұнығы сөйлейді, ұнығы сорайды мысалы. Атам, не зат дүнияда ең бағалы алтын ма, күміс пе, ақша ма деп, атасы оға жауап береді. Міне сол жауапты айтпа сүйем, мен өзім ятлауымнан бір-екі десте. Міне байлық, халықтың бітпес байлығы, құм көрсетіп, жайды атай аясын, сосы ерде өтті менім ясылығым, білу керек әркімде ер анасын. 100 жыллықлар артта болған бұл хабар, еткен бізге көшіп
арқадан, жерімізді сақлайықшы ноғайлар. Бұл өсиет қалған бізге атадан. Міне көресіз бе, бұл толқынлы сыдыраларда мен айтпа сүйемінде, біз жерімізді сақлау керекпіз. Солай біз тілімізді сақлау керекпіз. Иманымызды йою керек туылмыз. Сосындай көтеріңкі көңілмен айтылған емалар тауыслау емалар деп айтыладылар. Сорау емады айтқан заманда мен Гамзат Әжігелдиевтің бір дестесін оқығым келеді сізге. Сен кім деген сөзлер маға сенектей. 6 буква, 6 ұшын оңлады. Сен кім деген сөзлер маға еректен. Букваларын тұсқап бірден жолланды. Көресіз бе, сен кім деген сорау емады қоланады bizim mine деген şairimiz Gamzat Ajigildiyev. Балалар, сіз дайымда есіңізде сақламақ керексіз. Біз емаларды 3 кепке бөлеміз. Хабарлау ема, хабар ема, сорау ем, тауыслау ема. Мұтпаңыз, ызында дұрыс тоқтау белгілерін салмады мұтпаңыз. Хабар емадың ызына саласыз точка ноқта, тауыслаудықына саласыз тауыслау белгісін, восклицательный знак. Ем сорау емадыңызына саласыз, сорау белгісін, вопросительный знак. Сенемін яңылыс жібермесіз сосы емаларды yazғанда. Сау болыңыз, аяулы оқушыларым.